Ассалаумағалейкум, сіздермен бүгін түріктердің хит болған ачма булочкасын жасаймыз. Видеоның описаниясына толық рецепт түрі жасап көріңіздер міндетті түрде. Түрік елдің басқа да тамақтарының рецепті үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ачма булочкасы үшін біз ашытқы дайындап аламыз. Суымызға, сүтімізге жылытып алып, оған дрож, мед, сахарымызды қосып жақсылап араластырып, 2 жұмыртқа қосамыз. Бұл жерде бір жұмыртқаны толықтай қойсамыз, екінші жұмыртқамыздың сарысын ғана алып қаламыз. Ағын ғана қосамыз. Себебі сарысы булочканың бетін жағуға қажет болады. Массамызға кіші ғана сары май құямыз, және де ұнымызды құйып, жақсылап тесто жасаймыз. Жылы жерге жарты сағат, 1 сағатқа тестомыз көтерілгенше қойып қоямыз. Дайын болған тестамызды 4 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікті әрқайсысын тағы да 4 бөлікке бөліп, 16 бөлік кішігірім тесто жасап қоямыз. Және де оның бетін пищевой пленкамен жауып, бір 15-20 минутқа қоямыз. Он 15-20 минуттың ішінде тестамыз кішігірім тынығады. Бізге бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май қажет. Әр тестамызды алып, осылай сары маймен ашып шығамыз қолымызбен. Орап қойып қоямыз. Қатты үлкен етпейміз. Осылай орап қойып қоямыз. Барлық тестамыздың арасына осылай сары майды жағып, кішігірім ашып тестамызды осылай қоямыз. Мінекей біз барлық тестамызға майымызды жағып, орап қойдық. Бұнда бетін пищевой пленкамен жауып, бір 10-15 минутқа қоямыз. Сосын ғана тестомен жұмыс жасаймыз. Мінекей біздің тесталарымыз 15 минут тұрды. Одан кейін осылай қолымызбен лағман секілдетіп созамыз, немесе ұрамыз осылай. Тестамыз кішігірім созылады. Осылай лағмандығы секілді 2 тестаны созып алғаннан кейін осылай орап булочканың формасын істейміз. Мінекей осылай ораймыз. 2 басын біріктіріп орап, мінекей осылай байлап қоямыз ашылмайтындай етіп. Мінекей біздің булочкамыз дайын. Барлығын осылай реттеп шығамыз. Жаңа біз тестамызды 16 бөлікке бөлдік қой. 16 бөлігімізден бізде 8 булочка шығады. 2-2-ден осылай қолданамыз. Сондықтан бұны есеппен жасайсыздар. 20-ға бөлсеңіздер 10 булочка шығады.
21-ге немесе 16-ға 17-ге олай бөлуге болмайды, жұп етіп бөлу керек. Мінекей біз осылай жақсылап байлап қоямыз, ашылмайтындай етіп. Бұл қалған тестамыздың барлығын осылай созып орап шығамыз. Мінекей біз тестамыздың бәрін орап болдық. Бір 10-15 минутқа тағы да қойып қоямыз. Мінекей тестамызды листына салып, бетін сары жұмыртқаның сарысымен, сүтпен жағып, қалауыңша күнжіт сеуіп, 180 градус қызып тұрған духовкада 30 минутта пісіп шығады. Мінекей біздің ачма булочкаларымыз духовкаға осылай қызарып, әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Алдағы уақытта